Қайырлы күн тыңдармандарым. Қиылы тағдырларда тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар. Жетімнің көз жасы. Әскерден келген Кенжебек аудан орталығынан сүт өнімдеріне шығаратын фирмалардың біреуіне жұмысқа тұрды. Сол жерде Шолпанмен танысады. Екеуі бірге жұмыс істеп жүріп, бірін-бірі көрмесе тұра алмайтын жағдайға жетеді. Соңында екеуі үйленіп, ел қатарлы той жасап, ата-анамен бірге тұрмай бөлек шығып кетеді. Бақытты күндері басталып, бақыттан бастары айналып, жалдамалы пәтерде тұрса да, екеуі ел қатарлы тұрып жатады. Шолпанның аяғы ауыр, ай күні жақындап толғағы келеді. Есі шыққан Кенжебек жедел жәрдем шақырады. Түнімен алысқан Шолпан таңға жуық босанып, өзі ана дүниеге кете береді. Есіктен шыққан дәрігер хабарды айтқанда Кенжебек ештеңе естімеді. Екі құлағы бітеліп, сыртқа шыққанын біледі. Есін жиғанда қасында әпкесі Раушан тұр екен. Тірі адам, тіршілігі жасайды. Қайтесің енді? Есіңді жи, Кенжебек. Бір апта өтіп кетті. Перзентханадан хабарласып жатыр. Барып баланы алу керек дейді. Басын төмен салбыратып отырған Кенжебек әпкесіне тұтығып кеткен көздерімен қарап: өмір есігін аша сала анасын жалмаған бала маған керек емес, алмаймын дейді. Раушан шошып кетті. Есің дұрыс па? Алмаймын несі? Баланың қандай жазығы бар? Алмаймын, маған қайтып әңгіме айтпа, деді де тұрып кетті. Есін жинай алмай Раушан қалды. Інісінен оны күтпеген еді. Әке шешесіне келгенде де естігені сол. Әкесі 3 жылдан бері төсек тартып жатыр. Жүре алмайды. Әкеңнің түрі анау, бағып отырмын. Біздің өзімізге бір адам керек. Келіннің қолына қарап отырмыз. Тамағын берсе ішіп, бермесе күтіп отыра береміз. Өзің бір ыңғайын келтіресің енді. Өзің апарып ал, деді шешесі. Өзің асырап ал. Оған байым рұқсат берсе ғой, керек емес, әкелме десе қайтемін. Онда маңдайына жазғанын көреді де бейшара бала, деп жаулығының шетімен көз жасын сүртті. Раушан перзентханаға қайта барды. Ішіне кіруге болмайды, терезеден көресіз деп медбике есікке әкелді. Іште жатқан қызыл жаққа жалғыз өзі ғана, көзі ашылмаған ұйықтап жатыр. Әбден шырылдап жылады. Тамағы қарлығып, шаршады ма, ұйықтаған қалпы осы, деді медбике. Терезеден қарап тұрып күйеуіне айтпастан бірдеңесін болар деген оймен баланы өзінің атына жаздыртып алды. Қайсар деп атын қояды. Раушан нәрестені үйіне әкелген кезде күйеуі ащы суға біраз сылқитып тойып алған екен. Раушан датырға оғы жоқ, есіктен кіргеннен ақырды. Үйіндегі өзінің балалары бүрсіп бұрыш-бұрышқа тығылды. Әйтеуір бір пәленің осы баламен бірге келгенін түсінді. Күйеуінің бақырғанын көрі шырылдап жылаған балаға не берерін білмеген Раушан әбден састы. Осылай бөтен үйден, бөтен адамдармен қайсар баланың өмірі басталды. Туған анасынан айырылып, ана сүтін ембеген, ана мейіріміне бөлінбеген әкесі бас тартқан бала бөтен үйде, бөтен адамдармен өсіп жатады. Осы жасы 3-ке толы, есі біле бастаған шағында анасына бала болып, жылап, еркелексі келеді. Басқа бауырлары сияқты әкесінің үстіне шығып, мойнына отырып, құшағына кіргісі келеді. Екі қолын айқара ашып әкесіне ұмтылғанда әкесі қолдарын қағып жібере береді. Өй, әкең, барары деп қағып жіберген кездері де көп. Басқа балаларына келгенде оларды айналып, толғанып, бәр тәттісін солардың аузына ақтығатын. Ештеңенің мәнісін түсінбеген қайсар кемсеңдеп, екі көзі жасқа толып жылап қалатын. Бұл вақытта кенже қызын босанып алған Раушан сол қызымен әлек болып жүретін. Кешкі астан соң күндегі әдетінше жалғас диванға жайғасады. Қолын пультті алып теледидардан 1-2 киносын көретін әдеті бар.
сол болса футбол іздейді. Әкесіне еркелегісі келген Қайсар аяқ жағына жармасады. Тілі шүлдірлеп, өзіне бір әңгіме айтып жүр. Оны көрген Нұртас жүгіріп келіп, бар ары, бұл менің әкем деп итеріп жібереді. Қайсар жерге құлаған қалпы жылап қалады. Орнынан қайта тұрып, әкесіне қайта ұмтылады. Осы кезде Жалғас өзінің Нұртасын құшағына алып, Қайсарды тізесімен итеріп жібереді. Ештеңенің мәнісін түсінбеген бала кемсеңдеп ұзақ жылайды. Бұл неге жылайды деп жұбатқан адамды болмайды. Осылай жәутеңдеп өскен бала есі кіріп 5 жастан асқан кезде өзін бұл үйде ешкім жақсы көрмейтін сезініп, мінезі тұйықталып, өзімен өзі бөлек жүретін әдет тапқан. Кенжебек 2 жылдан кейін қайтадан үйленіп алады. Бір қызы бар. Әйелінің екіншісіне аяғы ауыр. Біраз жыл төсек тартып жатқан әкесі қайтыс болып, үйіне барады. Осы кезде бастары қосылған Раушан екеуі сөзге келіп қалады. Кенжебек, балаң 5 жастан асты, көргің келмейді ме? Жағдайын сұрамайсың ба? Деді. Не деп сұраймын? Асырап алдың, енді сенің балаң емес пе? Жоқ, асырауға қиналып жүрсің бе? Жездемнің мінезін білесің, түртпектеп сіңдірмеді, өзің қайтып алсаң болар еді. Өткен өміріңді қозғағым келмейді, мазамды алмашы деп өзіне жолатпайды. Келесі бір үйлеріне келгенде Раушан ұлдарын ала келеді. Әкесінің 1 жылдығасын беріліп, барлық туысқандар жиналады. Кенжебек те келеді. Үйдің артында өзінше бөлек. Кенжебек, балаң 5 жастан асты, көргің келмейді ме? Жағдайын сұрамайсың ба? Деді. Не деп сұраймын? Асырап алдың, енді сенің балаң емес пе? Жоқ, асырауға қиналып жүрсің бе? Жездеңнің мінезін білесің, түртпектеп сіңдірмеді, өзің қайтып алсаң болар еді. Өткен өмірімді қозғағым келмейді, мазамды алмашы деп өзіне жолатпайды. Келесі бір үйлеріне келгенде Раушан ұлдарын ала келеді. Әкесінің 1 жылдығасын беріп, барлық туысқандары жиналады. Кенжебек те келеді. Үйдің артында өзінше бөлек балалармен қосылмай отырған Қайсарды Жалғас шақырып алып, әне сенің әкеңе барасың ба? Бар, деді. Бала күннен әкем деп қабылдап келген адамнан баяғыда көңілі суыған 6 жасар Қайсар көздері жәутеңдеп Жалғастың айтқан сөздеріне түсінбей тұрды. Мынау сөз ұқпайды ма? Әне сенің әкең, жүр әкеңе апарамын деп қолынан жетектеп Кенжебекке әкелді. Кенжебек те баласын көргенде тұрып қалды. Алдында тұрған бала өзінен аумай қалған, көздері жалтақтап, не дейсің дегенде өзіне қарап тұр. Әне балаң Кенжебек, әркімнің баласы өзіне, аман тұрғанда өзіңе тапсырамын, деп баланың Кенжебекке қарай жылжытты. Екеуінің ортасында тұрған бала өзін ешкімге керек емес сезініп, жанында сезінді. Көздері жас тығылып төмен қарады. Әкең деген адам да өзін балам деп жылы тартпаған соң Жалғастың қолынан жұлқынып шығып көшеге қарай жүгірді. Өткенде бір көрші апа қасында отырған әйелге: әкесіз жетім, жарты жетім, шешесіз жетім, нағыз жетім деуші еді. Байғұс бала, туғаннан бағы ашылмады деп сөйлеп отырғанда осы сөзді өзіне қатысты екенін түсінген. Туғаннан, шөлдірлеп тілі шыққаннан апа деп өссе де Раушанның да өзіне деген жылуы аз екенін білетін. Өзінің туған балаларына айналып толғанып жатса да Қайсарға келгенде тартылып қалатын. Раушан қайтарда Қайсарды таппай ұзақ іздейді. Көлікте балаларын жинап алып күтіп отырған Жалғасты да сигналдары бар даусына басып қайта пипылдатып отыр. Қайсарды іздедіңіз бе? Ол бағана үйдің шатырына шығып бара жатқанын көргенмін, деді бір бала. Өкпесі өшіп шатырға шығады. Ретсіз жиналған ескі қосқы заттардың бір қуысында отыр екен. Балам, мен сені таппай жүрмін, мұнда екенсің ғой. Балам, жаным менің, бүгін мен сені туған әкеңе табыстаймын. Әкең сені жылатпайды, жақсы боласың. Жүре ғой деп қолынан тартады. Бала жылайды ма деп ойлайды, бірақ Қайсар жыламады. Қайта қатуланып қалған. Раушанның алдына түсіп шатырдан түсті. Артынан еріп Кенжебек келді.
Кенжебек, бауырым, кезінде қиналғаныңда балаңды алып бауырыма басып едім. Күйеуім қабылдамады. Әлі де қабылдамайтын түрі жоқ. Өз ұрпағың ғой, бас тартпассың. Аман есен тұрғанда өзіңе тапсырдым. Міне, саған аманат, деп баланы тастап кетеді. Есіктен шығып бара жатқанда есік түбінде тұрған келінін көріп түрінен шошып кетті. Безірейіп алған келіні қайынәпкесімен қоштасуға да шамасы келмеді. Қасынан өтіп бара жатқанда басын теріс бұрған қалпы тұра берді. Қайсардың әкесімен тұрып жатқанын бір айдан асты. Мектепке баратын уақыты болып қалды. Оны ойлап жатқан әке жоқ. Зере босанып, ол туған. Үйге келген кеткен кісі бар, сонымен әлек. Осы күндері 2 жасар қызын бақыртып қоятын әдет тапқан. Оған бірақ Қайсарда қарсы емес. Тілі енді шығып келе жатқан кішкентай қызда бауыр екенін сезеді ме? Қайсарды көрмей қалса іздеп жылайды. Артынан жүгіріп, ойнай береді. Бұл дүниеде осы қыздан жақын ешкім жоқ екен сезді ме? Біраз бауыр басып қалған Қайсар ешкім жоқта томпиған екі бетінен шөлпілдетіп сүйіп алады. Құшақтап, қысып қояды. Күн ұзақ ойнатып, велосипедте отырғызып итеріп жүріп ақ кешке шаршағанын білмей қалатын. Жұмыстан шаршап келген Кенжебек әйеліне, көрші Розаны көрдім. Баласын жетектеп базардан келе жатыр екен. Қыркүйек жақында қалыпты ғой. Жақындаса қайтейін. Биыл Қайсар мектепке барады. Мектепке дайындамайсың ба? Енді қалғаны сол еді деп мұрнын тыржитты. Онымен не демексің? Баланы мектепке жіберу керек қой. Апар өзің базарға. Мен баламен қайда барам? Күн ұзақ жұмыстамын. Үйге кіргенім осы. Сен не деп тұрсың? Енді мен қалай деп аузын ашқаны сол еді. Кенжебек қолындағы шынына лақтырып жіберді. Қолынан шағылып барып тиген шыны сырып өтіп қан бұрқ ете қалды. Баж ете қалған әйел орнынан тұрып сыртқа жүгірді. Осының барлығы үшін болып ұрыс керіс екенін түсінген Қайсар отырған жерінде бүрісіп столдың астына тығылады. Бала жүрегі дүрсілдеп құлағын естіліп тұрды. Үйден шығып кеткісі келді, бірақ баратын жері жоқ. Қасына кішкентай Мира келіп құшақтап алып өзіне қыса түсті. Бұл жалғанда оған ең жақын адам сол еді. Келгеннен бір айдан асса да Кенжебек өзін балам деп шақырған емес. Үнемі атын айтып Қайсар деп шақырады. Қайсарда әкесін кім деп айтарын білмейді. Әке деп айтайын десе дауысы шықпайтын сияқты. Ең алғаш моншаға түскені де қызық болды. Суы қайнап, сарқылдап тұрған моншаға Зере кіргізіп жіберді. Шешініп ішке кіргенімен біресе ыстық су, біресе суық су шашырап, шалап бола түсіп шығады. Соңында әйтеуір бір леген су құйғанын біледі. Ертеңіне Зере, шомылғанда дұрыс шайқалмайсың ба? Сабын сасып тұрсың дейді. Келесі жолы Кенжебек өзі кіргізіп жуындыратын болған. Баласының басына аяғына дейін төмен сүлгімен сүртіп тұрып, алғаш рет көзіне қарады. Сол кезде ғана құшақтап құшағын алған еді. Қысып біраз тұрды. Аяқ қолының тырнақтарын алып берді. Шашын өсіп кетті ғой, ертең шаштаразға барайық деді. Әкесінің жылы дауысы Қайсардың жанына майды жағып көңілі көтерілді. Сол күні ішкен тамағы бойына сіңіп, алаңсыз тәтті ұйқыға кетті. Түскі асты өздеріне ғана шай ішіп отырған бала жылап Зере жататын бөлмеге кетіп қалды. Орнында тыныш отырмаған Майра қолын соза бере сүтті төкті. Жерге құлаған ыдысты ұстап қаламын деп ұмтылған Қайсардың қолы шәйнекті сүйеп өтіп, ыстық шәйнекке төгілді. Бүлінген түгі жоқ, шошып қалған Майра шыр ете қалады. Бөлмеден жүгіріп шыққан Зере төгілген шәйнекті көріп, қызы күйді деп ойлайды. Күйдірдің оңбаған деп бажылдаған даусынан шошыған қыз одан сайын жылайды. Есі шыққан Қайсар далаға қарай жүгіреді. Зереге жеткізбей, сынық шарбақтың қуысынан өтіп көше жағалай қашады. Оның жанталасып, үркіп қашып бара жатқан көрші апа көріп қалады.
Зере деп тоқтай қалып кейін қайтады. Келесің ғой кешке, қайда барасың? Деп сөйлеп үйге кіреді. Таң атқалып түнеріліп тұрған аспан көркіреп, сол екі ортада жаңбыр құйып кетеді. Шелектеп жауған жаңбыр бойы берер емес, бірдемде салының барлығын суға толтырып тастайды. Жаңбырдың астында қалған Қайсар су болып біраз далада жүріп қалады. Әбден кеш батқанда үйге кіреді. Киімін ауыстырмастан, кешкі тамақтың ішпестен жатып қалады. Ұйқыда жатқан Кенжебек түс көреді. Түсінде Шолпан өңіндегіндей ап-анық көрінеді. Сол қалпы сұлу, әдемі жүздері жымитып келіп, «Жаным, баламыз қайда?» дейді. Өзі алыстан қарап тұр. Бұл ештеңе түсінбейді. Бір кезде Шолпанның түрі өзгеріп, қабағы шаттылып тағы да «Балам қайда?» дейді. Шошып оянған Кенжебек есін жинай алмай біраз отырады. Орнынан атып тұрып баласына барады. Жарықты жағып көрпенің ашып қалса, Қайсар от болып жанып жатыр екен. Үстіндегі киімдері су. Бала сандырақтай бастапты. Баласын көтеріп алып ауруханаға апарады. Дәрігерлер уколын салып ем-домын жасаған соң беті бері қарайды. Төсектен басында түнімен ұйықтамай отырған Кенжебек таңға жуық баланың қызуы түскенде бірақ өзіне келеді. Баласына қарап отырып, «Мен неге соншалықты топас болғанмын? Неге сонша қатыгез жауыз болғанмын? Бұл менің балам ғой, Шолпанымның аманаты ғой. Айырылып қалсам не деп жауап беретін едім?» деп көз жасын көл болып жылап отырғанда Қайсар көзін ашады. Әкесінің қасында жылап отырғанын көрген бала «Әке» дейді. Өзіне соншалықты мейірлене қараған әкесінің жылы көздерін көргенде бала одан сайын «Әке» деді. Осынша соншалықты мейірлене қараған әкесінің жылы көздерін көргенде бала одан сайын «Әке» деп бар даусымен айқай салып әкесінің мойнына асылады. Бала болып өмірде алғаш рет осы сондай бір еркелікпен наздана жылайды. «Балам, кешірші мені, ақымақ әкеңді кешірші» деп Кенжебек те баласын құшағына қыса түседі. Сол күні Қайсарды үйіне жібермейді. 3-4 күн жатып емделсін, өкпесіне суық тиген. Жаңбырдың астында қалғаны жаман болыпты. Балаға неге дұрыстап қарамайсыздар деп дәрігер өзіне сөйлеп тастады. Кенжебек үйге кіргеннен Зереге шүйлікті. «Кеше Көш апаның айтқаны рас болды ғой. Кемпір босқа сандырақтап тұр» деп сөздеріне мән бермей едім. «Баланы өлерде үркітіп неге үйден қуасың? Әдейі қуған жоқпыз, өзі ғой қашқан. Үйге келгенде киімін шешіп, балаға неге қарамайсың? Анасың ғой сен. Өзім баламен алысып жүргенде қайдан қараймын?» деді бедірейіп. Айтарға сөзі жоқ Кенжебек. «Мен сенімен ажырасамын, жинал» деді. Зеренің көздері бақырайып кетті. 5 баласы бар анада туған баласы болса, барлығына бірдей уақыт табады. «Сенікі босқа сандырақ, жинал» дейді қасарысып. Есі шыққан Зере, «Сонда мына 2 балаңды ойламайсың ба? Олар да сенің барсың». Күйеуіңнің шындап кіріскен түрін көріп, Зере демде өзгере кетті. «Менен бір қателік кетті, ренжімеші, екінші қайталанбайды жаным» деп күйеуінің қабағына қарап айналып толғана бастады. Қайсар ауруханадан шығатын күні өзі барып алып келді. Ертеңсіне Қайсар көзін ашса, қасында әкесі отыр. Баласына мейірлене қарап бетінен, көздерінен сүйді. «Тұра ғой балам, бүгін сен мектепке барасың, білесің бе?» деді. Баланың көздері бақырайып кетті. Төсегінің аяқ жағында мектеп формасы әппақ жейдесімен ілулі тұрады. Қасында сөмкесі бар. Мұғаліміне беретін бір құшақ гүлі де дайын екен. «Әке, мен кім апарады?» «Өзім апарамын. Бүгін сен үшін жұмыстан сұрандым» деді. Орнынан атып тұрған Қайсар жалма-жан киіне бастайды. Осылай ол 1-ші сыныпқа барады. Жылдар өтіп, Қайсар мектепті бітіреді. Әскерге барып, оқуға түседі. Жұмысын істеп өмірден махаббатын кездестіреді. Үйленетін алдында Раушанға барады.
Бұл күндері Раушан жасы 50-ді алқымдап қалған. Күйеуі жалғас осыдан 3-4 жыл бұрын жаман аурудан қайтыс болған. Әкесін қызғанатын Нұртас ащы суға әуес болып алған. Бір жүзі үшін отырып шыққаны да бар. Әлі үйленбеген. Қайсардан келгенінде Раушан риза болды. Мен сізге алғысымды айту үшін келдім. Не үшін? Сол кезде мені перзентханаға тастап кетпегеніңіз үшін сізге мың алғыс. Ол не дегенің? Мен сені тастай алмас едім ғой. Онда менің өмірім мүлде басқаша болар еді. Өмірім өзімнің кім екенімді білмей, әкемді танымай кетер едім дейді. Мен саған ана орнына ана бола алмадым. Кешір мені. Қайта сіз мені кешіріңіз. Сізге алғысымды айту үшін қазір келіп тұрмын. Тоқта, мен саған бірдеңе көрсетемін. Деп сөредегі кітаптарды ақтарып кетеді. Көп кітаптардың арасынан бір суретті шығарады. Мына суретті жақында тауып алдым. Сенің анаң Шолпан деп біраз тозығы жеткен сарғая бастаған суретті ұсынады. Суретте Кенжебек пен Шолпан екеуі түскен екен. Өмірі көз алдына елестете алмаған анасы бірінші рет көрді. Бала күнінде әкесінен менің апам қандай болды дегенде апаң сұлудың сұлуы болған дедер еді. Шынымен де сұлу екен. Анасына қарап тұрып көзінен аққан жаста байқамай қалды. Раушаннан ұялып сүрте бастап еді. Ұялма балам. Бұл сағыныш пен өкініштің жасы ғой. Жылап ал. Суретті өзіңе ал. Деді суретті төс қалтасына жүрегінің тұсына салып қойды. Әкем суретті неге көрсетпеген? Суреті жоқ па екен? Деп ойлап қойды. Бір уақыт болса да анасымен табысқандай сезімде болды.